Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын түрік тоқашы ачма дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға ашытқыны қосып араластырамыз және оны 10-15 минутқа көтерілу үшін қалдырамыз. Бөлек ыдысқа тұтастай бір жұмыртқаны және бір жұмыртқаның ағын қосып, оған тұз, қант, сұйық май қосып, барлығын араластырамыз. Кейін жылы сүтті және көтерілген ашытқыны қосып, барлығын араластырамыз. Одан кейін ұнның жарты бөлігін қосып араластырамыз және қалған жарты бөлігін аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қатты болып кетпеу керек, сондықтан екінші жартысын қосқан кезде аз-аздан қосамыз. Менде 550 грамм ұн кетті. Видеода көрсетілгендей жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ыдысты майлап, оған қамырды орналастырамыз және бетін жауып, жылы жерге 40-45 минутқа қалдырамыз. Қамыр бізде осылай болып көтеріледі. Оның биіктігін басып алмай, ақырын ғана аламыз және видеода көрсетілгендей етіп, бірдей қалыңдықта жайып шығамыз. Менде размері 40-50 см болып шықты. Одан кейін бөлме температурасындағы сары май мен сұйық майды араластырып аламыз және оны қамырдың бетіне жағып шығамыз. Ары қарай тура видеодағыдай жасаймыз, яғни бір жақ шетін ортасына қарай бүктейміз және оның үстіне екінші жартысын жабамыз. Осы қамырдың үстіне сары май жағып, тағы да бір бүктейміз. Енді осы бөлікті ұзындау етіп қолымызбен жайып шығамыз. Кейін оны 10-11 бөлікке бөліп, әрқайсысын орап булочкидің формасын келтіреміз. Формаға орналастырғаннан кейін оның бетін пленкамен жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Кейін жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүтті араластыра отырып бетіне жағып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 190 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстықтай оның бетіне сары майды, яғни салмасынан қалған сары майды жағып шығамыз және дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді және хош иісті болып шығады. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және баршаңызға ас болсын.